Бүгін біз сіздерге Жусам бизнес интернет банкингінде халықаралық төлемді қалай қалыптастыруға болатынын түсіндіреміз. Жусам бизнесте авторизациядан өтіңіз. Оң жақ жоғарғы бұрыштағы қалыптастыру батырмасын басыңыз. Ашылған тізімнен валютадағы төлемдер таңдаңыз. Ашылған терезеде төлем бойынша ақпаратты енгізу керек. Төменге қарай ашылатын тізімінен төлем жасалатын шотты таңдаңыз. Егер сіз қолданыстағы келісім шарт шеңберінде төлем жүргізуді жоспарласаңыз, сырғытпаны белсенді қалыпқа келтіріңіз. Және тізімінен тиісті келісім шартты таңдаңыз. Алушының деректері таңдалған келісім шартқа сәйкес көрсетілетін болады. Егер сіз қолданыстағы келісім шарт шеңберіне кірмейтін төлем жүргізуді жоспарласаңыз, алушы бөліміндегі барлық жолдарды кезекпен толтырыңыз. IBAN шотты толтыру кезінде мұқият болыңыз. Төлем валютасына қарамастан, IBAN шот кез келген әріптер мен цифрлар көлемін қамтуы мүмкін. Нүкте, бос орын, үтір немесе слэш секілді таңбаларды пайдалануға болмайды. IBAN шот толық көрсетіледі, және оның құрамында шоттың бастапқы екі әрпі көрсетіледі. Әрі қарай сандар мен әріптер араласуы мүмкін. IBAN шот кейбір елдерде қолданылмайды. Төлемді жіберген кезде алушының деректемелерін мұқият тексеріп алыңыз. Делдал банк жолын толтырған кезде мыналарға назар аудару керек. Делдал банктың Swift BIC кодын инвойстан немесе шарттан алу қажет. Делдал банктың атауын алдыңғы төлемдерден алмаңыз. Ресей рублінде төлем жасаған кезде Делдал банктың атауын көрсету талап етілмейді. Деректемелерде бірнеше Делдал банктер болған жағдайда jusan.kz сайтындағы корреспондент банктер бөліміне өту. Төменге қарай ашылатын тізімінен валютаны таңдау. Тізімде бірінші болып тұрған банкты таңдау қажет. Әрі қарай төлемнің толық ақпараты бөлімін толтыру керек. ТТК көрсеткен кезде дұрыс нөмірді білмесеңіз, анықтамалықты пайдалана аласыз. ТТК дұрыс нөмірін іздеу үшін іздеу жолына атауды немесе кодты енгізу керек. Төлемді жүргізу үшін комиссия қай шоттан есептен шығарылатынын таңдаңыз. Төлем сомасын көрсетіңіз. Қол қою батырмасын басыңыз. Төлемді растау үшін SMS-пен келген кодты енгізіңіз, және растау батырмасын басыңыз. Растағаннан кейін сіздің төлеміңіз өңдеуге жіберіледі. Ресей рублінде төлем жіберген кезде алушының BSK коды тек сандардан тұруы тиіс. Қытай юанінде төлем жіберген кезде бенефициардың толық мекен жайын, пәтер нөмірін, көшені, ауданды, қаланы, ауылды, провинцияны керек. CN мемлекеттік кодын пайдалануға болмайды. Мемлекет атауын China деп толық көрсету керек. Канадаға төлем жіберген кезде төлем валютасына қарамастан бенефициардың толық мекен жайын көрсету керек. Австралия долларында төлем қалыптастырған кезде бенефициардың мекен жайын келесі форматта слэшті пайдалана отырып толтыру керек. Бенефициар атауы, үй және көші нөмірі, қала, индекс, штат, ISO бойынша мемлекеттің коды. Егер сіздің төлеміңіз орындалып қойған, бірақ қате ресімделген және оның күшін жою немесе өзгертулер енгізу қажет болса, сізге банк менеджеріне немесе 7711 нөмірі бойынша хабарласу керек. Жусам бизнесті таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.